Достар, қайырлы күн. Бүгін бір күшті видео түсіреміз. Мен бүгін Айзереге пранк жасаймын. Қандай пранк десеңіздер, бүгін мен Айзеренің бүткіл киімдерін алып полкасынан тығып қоямын. Және ол киімдердің қайда екенін білмеймін деп айтамын. Қазір бірінші келсін, Айзеренің реакциясын көретін боламыз. Және бұл пранкты не үшін жасап жатыр деп ойлап отқан болсаңыздар, 2-3 рет мен Айзереге киімдеріңді жинап қой деп жаңағы ескерту жасадым. Бірақ Айзере ұмытып кетті ма, әлде маған еркелеп жүр ма, оны айтқанымды тыңдамады. Енді соған күшті бір сәйкес кептір. Қазір мен кешкі сабақтан келеді. Мен бүткіл киімдерін аламын. Және тағып қоямын. Оны қайда екенін мен білмеймін деп айтам. Айзеренің реакциясын бірге көреміз. Қалай ойлайсыңдар, жылай ма екен? Ол жылайтын шығар. Қазір көреміз реакциясын бірге. Қазір мына жердегі Айзеренің бүткіл киімдерін аламыз. Бүткіл киімін аламын да мынаған салып қоямын. Мен бір жерге тығып қоямын. Қазір Айзере қандай реакциясын беретінін, не істейтінін көреміз, я? Хача, я? Хача, сен айтып қоймай, я? Қазір Айзереге кімнің киімдерін тығып қойғанымызды айтып қоймай, я? Я? Қазір Айзеренің бүткіл киімдерін аламыз да мынаған саламыз. Сөйтеміз да тығып қоямыз. Айзереге не істейміз? Пранк жасаймыз ба? Иә. Неге? Жақсы көреді. Жақсы көреді ғой, ана пранк жасайық та Айзереге. Ол өзі жинамайды киімдерін. Бүкіл киімін кетіп қалды деп алдаймыз да. Жоқ, білмейміз деп айтамыз, е? Айтып қоймаңдар, е? Айтып қойма, қазір Айзереге сен шығып айтпаңдар сендер. Айтып қойамын. Айтпаңдар, тыныш отырыңдар. Соңғы киімдерін салып жатырмыз. Айзеренің киімдері қандай көп. Әлі мына іш киімін бәрін тығып тастаймыз да қазір. Сөйтеміз да бір штук киімін қалдырмайыз. Мама, мен киім қайда деген кезде сен не дейсің? Айтпа, мына жерде тұр деп айтып қойма сен, мақұл ма? Қазір мен іш киімдері мына жерге сыймайды, бір жерге тығып тастаймын қазір. В общем, ешқандай киімін таппай жылайды қазір. Жыласа жылайтын шығар, бірақ білмеймін, жыламаймын. Жыламауы да мүмкін, иә? Болды, мынау жабыла ма екен? Толып кетті ғой мына киімдер. Жабылмайды, мама. Жабылмайды енді, не істейміз? Мынаны қазір жабайық. Қазір Айзеренің киімін бәрін сап қойдық мына жаққа. Сыймаған киімдерінің бәрін басқа жерге тығып қойдым. Қазір өзі келген кезде таппайтындай қылып. Мына жерде де киімдері бар еді, оның біразын алып тастадым. Мыналар тұра берсін, е? Мынандай киімдерін іздемейді онша. Қазір Айзеренің бүкіл киімі жоқ, міне жоқ. Омардың полкасы. Мына жерде киімдер жоқ. Қазір осымен алдаймыз. Хача, я? Жылайды жара, Хача, Айзере, я? Қазір күтіңіздер, қандай жағдай болатынын. Жылайды шығар, яға. Мама, қайда? Білмеймін, қайда келдім. Мен қарасы қайда сабын? Мен де сырттан келдім ғой. Мен де сырттан келдім. Мен сені полкаңа тиескенде. Мама, сен тығып қойдың ба? Мен тығып қойған жоқ па? Не істейін сен киімдерін тығып қойып? Киімсіз қалдың ба? Неге енді? Білмеймін, неге кетініңді. Айзере жоқ киім. Айзереде киім жоқ, бәрін. Айзеренің киімінің бәрін. Қайда шашың не болай болып кеткен? Мен сағанмам. Қойш, қаны. Прикинь, негізі бар ғой. Негізінде бар ғой, осы киімдер шынымен өмірде жинамай, шашып жүрсең ше, бәрі кетіп қалады дейді ғой, сол рас қой, білесің ба? Кетіп қалған жер сен киімдерің. Сен 3-4 күн болды ғой, мен саған киіміңді жина деп жүргеніме. Сен тыңдамай жүрдің, кеткен шығар. Блин. Қанша сен де жинамасаң, сен де кетіп қалады киімдерің. Жинаймын.
Жинайва. Ha? Жинайва. Acı. Хадишаның шашын киімің емес, сен шашыңды жинау керек, білесің бе? Сонымен. Ол жақта сыймайды ғой сен киімдерің. Ол жақта не іздеп жүрсің? Мен айтып тұрмын ғой, шынымен сен киімдерің кетіп қалған бір жерге. Иә. Мынанша киімің бәрі жоқ болып кетпейтін шығар енді киімдеріңнің бәрі. Ол точно кетті сенің киімдерің бір жерге түнде. Азында бар ма еді киімдерің? Я бар. Не онда Айзерлердің киімдері тұр, сенікі жоқ. Қайтшалардың киімі деген ма? Тұр, неге сенікі жоқ? Мама. Не? Бар. Сенің шашың кетіп қалмасын. Сенің шашың жаман болып кетіпті. Білмеймін қайда екен. Не болды? Мама, қайда мен киімдер? Енді мен қазір таңертең сабаққа барамын. Қалай келемін? Болды ғой, сабағың біткеннен кейін бәрі кетейін деген шығар, енді болды ғой, кетті ғой. Сабағың да бітті, енді сен ешқайда бармайсың. Болды енді киімсіз, рахат осы Микки Маус киімімен жүресің енді. Жоқ, мен керекті киім деген. Неге керек? Мына киіммен күнде жүремін. Вот киімі жоқ Айзеренің. Не ол? Білмеймін ол не екен. Не ол? Ой-ой. Не ол? Сынасып көрем. Не ол ашын? Чемодан ғой ол? Чемодан ауыр ғой. Саған пранк жасайын дегенбіз ғой негізінде. Сен өзің киімдерін жинамай қойдың бәрін. Саған осындай қып киімдерін тықпысайын дегенім негізі. Бірақ Айзере онша пранкке онша сенген жоқ негізі. Пранк екенін білді да, одан кейін онша реакция бермеді. Жарайды. Келесі жолы киімдерің шынымен кетіп қалып жүрмесін әйтеуір. Киімдерін жинап қой енді. Болды, Айзерлер бүгін кітаптарын өткізіп тастап, сабақтан уже босады. Почти ертең енді бұйыртса, ертең неге барасыңдар? Ертең кукольный театр. Иә, кукольный театрға барамыз. Ертең сол театрда апай босатты. Енді оған баратындарға. Сонымен қазір енді Айзере бір жұмыс, полкаға киімдеріңді сұрттап, реттеп салып жинап қой. Полкаңды таза ұстаңыз, сағы киімдеріңіз жиналып бір жерге кетіп қалмасын. Достар, негізі пранк деп жасағам мен, бірақ бұл қыз пранкке онша киімдеріне онша өкініп, олай іздегенде жоқ. Пранк екен білді-ау деймін. Айзереге бәрібір болды. Енді жарайды. Киімдерін жинасын енді. Полкасын салып қой, бүкіл киімдеріңді. Негізі Айзере уже үлкен қыз болды. Полкаға киімдерін салып қойып, жинап жүру керек. Мен онша қарамаймын Айзеренің киімдеріне. Өзі жинайды, өзі салады барлық киімдерін. Енді уже дәу қыз болды ғой Айзере. Мама, нормально тұрған еді ғой киім. Нормально тұрған жоқ, нормально тұрған жоқ. Нормально тұрған киім көрген жоқ біз әйтеуір. Бәрі каша болып отыр. Омарлардың полкасы қайта әдемі болып тұр оның қасында. Бұл жина киімдерін енді ана полкаңа сал реттеп тазалап. Ай. Жалқауланып отырсың ба? Тігіп отқандайсың.